Мен Алматы облысы Қаскелең қаласында тұрамын. Фамилиям Рысбаева, атым Салима. 66 жастамын. Мен Ламифарэнді ішіп атқаныма 2-ші жылға қарады. Бауырым ауыратын еді, асқазаным, ішек жолдарым бәрі ауыратын еді. Өтімді алдырғанмын. Сол себепті осыны алып ішкелі мен жақсымын. Алла әуелі Алла деп айтам, кейін әйтеуір осы Ламифарэннің арқасы шығар. Қазір жағдайым жақсы, бауыр жағымда жақсы, онша түрткілемейді. Жақсымын, енді бұны жаман деп айта алмаймын. Жақсы көмектеседі. Бұл табиғи өнім екені елдің бәрі біліп атырыпты. Радионы күнде тыңдаймын. Сол радиоға тыңдап алып ішкенмін. Уже 2-ші жылғадан өтіп баратыр. Әр алғанда 10-12 банка алып ішемін. Жағдайым жақсы, жаман емеспін. Қызым да ішіп атыр, шалым да ішеді. Семьямызбен ішеміз десек те болады. Жақсы, жаман емес, жақсымын. Жаманмын деп айта алмаймын, жақсымын, көп пайдасы тиді. Болды.